Неге сен ағылшын тілін дәл бүгін бастауың керек? Сәлем әлем, сіздермен бірге мен Бексұлтан. Бүгінгі видеода біз неліктен сіз ағылшынды үйренуді осы жылы 2025-те бастауыңыз керек туралы айтатын боламыз. 6 негізгі себеп. Бастайық. Көп созбай видеоға өтсек, бірінші кезекте қаншалықты ерте бастасаң, соншалықты жақсы. Статистикаға сүйенсек, ағылшын тілін үйренемін деушілердің тек 35%-ы қолына қағаз алып, нақты іске кірісе деген. Ал соның ішіндегі 43% адам ғана діттеген мақсатына жетеді. Жалпы айтқанда, ең бастысы баста. Сонда сен де сол 35%-ның ішіне кіріп кетесің. Сен ойланып жүргенде уже біреу бастап кетті. Сәттілік. Екіншіден, бұл білім мен ақпарат. Дұрыс айтасың. Әлемдегі қазіргі таңда 21 ғасырдағы ең құнды дүние бұл ақпарат болып тұр. Біз ақпараттық заманда өмір сүреміз. Ойланшы, ең мен деген подкаст, курстар, қолжетімді мәліметтің барлығы онлайн сені күтіп отыр. Жай ғана баста. Үшіншіден, көбірек табыс, көбірек мүмкіндік. Ағылшын тілін білетін маман қай компанияда болмасын маңызды кадр. Мейлі IT, бизнес, тіпті дәрігер болсаңыз да қосымша табыс таба аласыз. Бар болғаны ағылшын тіліндегі платформаны аша қалсаңыз, сіздің салаңыз бойынша сұранысты көріп таң қаласыз. Тағы да бір айта кетерлігі, төртіншіден, шетелдік сапарлар мен оқу орындары. Қарапайым ғана мысал келтіре кетейін. Сіз шетелге шыққанда бланк толтырасыз. Оған да ақша алады. Ал сіз қонақ үй, ұшақ рейстері, таксиді өзіңіз төлей аласыз. Ойлап қараңызшы. Бұның өзі үлкен плюс. Айтпақшы, тағы да бір артықшылық. Егер сіз академический тұрғыда ағылшынды тапсырып IELTS-дан өтетін болсаңыз, ұбт-сыз-ақ шетелге шыға аласыз. Шетелге шыққанда оқу орнын таңдай аласыз емін-еркін. Бар болғаны жақсы оқысаңыз жеткілікті. Жақсы оқысаңыз жеткілікті. Одан бөлек кейбір құжаттарда реттейсіз енді. Тіпті мен сияқты 5-ке оқымасаңыз да, мына жер сәл артық болып кеткен сияқты. Бесіншіден, тіл үйрену бұл мимен қарым-қатынасыңызды, нейрондық байланысты жақсартады. Ол тек қарым-қатынас құралы емес, ми үшін күрделі әрі пайдалы жаттығу. Ми жасушалар арасындағы байланыстарды нығайтады. Нәтижесінде когнитивті қартаюды баяулатады. Көп тілді адамдарда Альцгеймер, деменция сияқты ми аурулары 10 жылға тежеліп қалады екен. Ол сіздің көкжиегіңізді кеңейтіп қана қоймай, миыңызды ұзақ мерзімде сергек ұстайды. Алтыншыдан, бұл өзіңізге деген сенімділік. Тіл игеру барысында біз көп қате жібереміз. Әрине бұл қателер кәдімгі қарапайым тіл үйрену барысындағы процесс. Оны қайта бастан өткеру және түзету дағдысы сізді қателердегі қорқыныштан арылтуға көмектеседі. Құнды әрі сирек кездесетін жетістік ретінде қабылдап, өзіңізге деген сеніміңізді психологиялық тұрғыда арттыра аласыз. Сонымен бүгінгі видеомыз тәмам болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл менің осы ағылшын үйрену барысына қатысты ең алғашқы видеом, сондықтан қолдау білдіріп кетейік. Білмеймін бұл видеоны кім көретінін, менде қазір просмотрда жоқ, бірақ болашақта көреді деген үміттемін. Ендеше үлбір басып тіркеліп кет. Бұл мен үшін өте приятно. Бізбен бірге дамы, ағылшын үйренуден жалықпа. Ендеше сау бол.